Үнемі өзім тұтынып жүрген жылқының майының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен базардан жылқының іш майын әкеліп, жақсылап жуып, бездерін тазартып, майдалап турап алдым. Газге ыдысты қойып, майды шыжғырып, дайын болатын кезде жарты тілім алманы салып жібердім. Шұжығын сүзіп алып, майды құйып алдым. Шұжығын қайта салып, тұз сеуіп, 2-3 минутта қып-қызыл етіп қуырып алдым. Дәл осылай 3 қайтара майды дайындап алдым. 11 килограмм іш майдан 9 литр сұйық май дайындап алдым. Бұл майды 6-7 ай тұтынамын. Бауырсақты, кез келген тағамды жасай беремін. Дәмі болмайды, иісі шықпайды, тоңдап қалмайды. Денсаулыққа өте пайдалы, құрамында ешқандай зиянды заты жоқ, табиғи май. Шұжығын таңғы асқа ысытып берсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің парақшам ұнаса, лайк басып, тіркеліп алыңыз.